Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен қиял мен шындық бөлімінде берілген Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесі негізінде күйдің құдіреті және тарихы тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Осы әңгімені оқып болғаннан кейін Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесі күй құдіреті туралы екенін білдік. Біздің бұндай көзқарас туымызға мынандай мысал бола алады. Естемес жаңылға енді бір қарағанда сығымдап қысқан сүйріктей ақ саусақтың арасынан шым-шымдап сүт тамып барады. Күйшінің де көзінен жас тамып кетті. Заманым өткен екен ғой, деп аһ ұрып жалт бұрылды да, ар жағын сен тарт, деп саңқ етіп домбыраны Оразымбетке тастай берді. Оразымбет домбыраны қағып алып, жалғастырып тарта жөнелгенде, нардың сүті де шелекке сауылдап құйыла берді. Қазақ әдебиеті оқулығы 127-ші бет. Оқушылар, өздеріңіз білесіздер, нардың желіні ботасы өлгеннен кейін қатып қалған. Сол қатып қалған нардың желінің күй арқылы идіргенін білеміз. Міне осы күйдің құдіреті екенін осы мысал дәлел бола алады. Шал естеместің қолқасын түсініп, төмен қарап ойланып қалды. Апырмай, мынауың шынында иелде жоқ қолқа екен, деді ол сәлден кейін. Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой, баламды қор қылмассың. Сөзім сөз. Өнерің жетсе тілеңді бердім, қарағым. Сол кезде жаңыл есіктен қарап, екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар, деді. Қазақ әдебиеті оқулығы 125-ші бет. Осы үзіндіге қарай мынандай сұрақ туындайды. Берілген үзіндіге байланысты қандай көзқарас қалыптасты? Меніңше бәрімізде мынандай көзқарас пайда болған сияқты. Әкесінің естемеске берген уәдесіне қарамастан, жаңылдың жас жігіт Оразымбет таңдауы қалыпты жағдай деп ойлаймын. Себебі жаңылдың жасы 16-17 шамасында еді. Әрине, жаңыл жасы 50-ге келген естеместе емес, жас Оразымбетті таңдады. Бірінші мысалда біз көзқарасымызға қарай мысалмен дәлелдесек, екіншісінде мысалға қарай өз көзқарасымызды білдірдік. Ал енді тапсырма. Ойыңызды жеткізіңіз. Қарағым Оразымбет, маған ергеніңе жыл болып қалды. Құлағың сақ, қолың жүйрік жігітсің. Түбі жақсы күйші сен боларсың. Бірақ күйімді үлгетсең де, менің өмірімді үлгетпе, деген естемес сөзінен нені аңғаруға болады? Қазақ әдебиеті оқулығы 121-ші бет. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздер үзіндінің мағынасын түсінулеріңіз керек және өз ойларыңызды 3-4 сөйлеммен жазасыздар. Енді оқу мақсатының екінші оқу мақсаты бойынша көркемдегіш құралдармен танысайық. Гротеск. Француз тілінен алғанда таңғажайып, өзгеше, келбетті деген мағынаны білдіреді. Италия тілінен үңгір дегенді білдіреді. Шынайы, нақтылы өмір мен фантастиканың шарпысуынан, әдепкі және таңғажайып оқиғалардың, кейіпкерлердің тоғысуынан тұратын, жақсы мен жаманды, қайғы мен күлкіні, тағы басқаны шендестіруге құрылатын, әжуа, күлкіге ерекше мән берілетін көркемдік бейнелеу тәсілі. Енді бұл көркем шығармадан қандай үзінді ала аламыз? Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі. Әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйші қатты әсер етті. Оразымбет үрпейіп қадалып қалған естемеске бұрылды. Есеке, дұға оқып жіберіңізші, елсіз далада мал кейпінде жын шайтан жүреді деуші еді. Өз сөзін соңын көміп, нар боздап қоя бергенде Оразымбет «Астапыралла» деп күбірлеп кеудесін ұстады. Ішінен дұға оқып тұрма, әлде айуанмен үнсіз тілдесіп тұрма,
Естемес бұған бұрылған жоқ. Нар аяғы жерге кіріп кеткенде ырғала ауыр қозғалып бұрылды да теңселе аяңдап кете берді. Төбе құйқаны шымырлатып зарлап боздап бар. Ботасы өлген бозынген, деп күбірледі Естемес атын тебініп қозғала берді. Ойынан енді ғана сергіп Оразымбетке бұрылды. Көрмейсің бе? Ботасы өлген ғой аруанан. Зарғандай аш ет. Түйе деген жануар баласын адамнан артық жоқтайды. Мен қорқып қалдым, деп Оразымбет шынын айтты. Келі шығар жануар. Қазақ әдебиеті оқулығы 121-ші бет. Ұсынған бетті оқып, қайтадан көркемдегіш құралмен танысуларыңызға болады. Ал енді тапсырма. Үзіндіден көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтаңыз. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Қазақ әдебиеті оқулығы 121-ші бет. Құрметті оқушы, осы берілген үзіндіден көркемдегіш құралдарды анықтайсыз. Мәтіндегі қолданысына талдау жасайсыз. Теңеу, епитет тағы басқа берілгенді анықтайсыз, яғни оның мәтіндегі рөлін анықтауыңыз керек. Құрметті оқушы, сізге берілген екі тапсырманы мұқият орындап, пән мұғаліміне жібереді деген сенімдемін. Рахмет.